Төлеушова Ылмекен Сәрсенбайқызы, Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің бас маманы, Ойыл аудандық дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі. Бүгінде Ойыл ауданында дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобы қарқынды жұмыс жасап келеді. Дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобының қызметі конфессияаралық келісімді қамтамасыз етуге, тұрғындардың, соның ішінде жастардың назарын дін саласындағы өзекті мәселелерге аударуға, мемлекеттік конфессияаралық қатынас саласында орын алып отырған мәселелерді шешуге, экстремизм мен терроризмнің алдын алуға үлкен септігін тигізіп келеді. Жалпы ақпараттық түсіндіру топ халықтың барлық әлеуметтік нысаналы топтарын қамтиды. Бірінші кезекте жастар аудиториясының кеңінен қамтылуда. Бұл ретте халыққа діннің гуманистік құндылықтарын, дәстүрлі рухани дүниелерді дәріптеу және деструктивті діни ағымдарға қарсы тұру туралы ақпараттар беріп келеді. Сондықтан бұл жұмыс айтылуға жеңіл көрінгенімен, ақпараттық түсіндіру топ мүшелеріне артылар жүктің салмағы ауыр. Ақпараттық түсіндіру топтың мүшесі ретінде Ылмекен Сәрсенбайқызының алға қойған мақсаты: аудан тұрғындары арасында мемлекеттік дін саласындағы саясатының түрлі аспектілері бойынша қоғамдық пікір қалыптастыру. Сондай-ақ қоғамдағы зайырлық сана сезімін нығайту, азаматтар мен қоғамды сыртқа әртүрлі жалған ақпараттан қорғауды қамтамасыз ету және халық санасында еліміздің болашағын зайырлық қағидаларына негіздеу.